Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы ертегілер деп аталады. Дәріс сағатында біздер мынандай бағыттар бойынша әңгімелейміз. Біріншіден, қазақ ертегілерінің жиналуы мен зерттелу тарихы, ертегілердің жанрлық классификациясына қарай бөлінуі, жіктелуі, оның ішінде қиял-ғажайып ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер, тұрмыс салт ертегілері, мысал, батырлық ертегілер, новеллалық және сатиралық ертегілердің жанрлық белгілері туралы сөз болады. Жалпы ертегілердің өзі атынан көрініп тұрғандай, ауыз әдебиетіндегі басқа түрлерімен салыстырған уақытта өте ертеде пайда болған күрделі шығарма, көркем әңгіме дейміз. Бұл ауыз әдебиетінің тұрмыс салт жырлары секілді ата-бабамыздың ұлттық танымымыздың бір бағытын танытатын, сәбилік санада болған уақыттағы кезінен күні бүгінге дейінгі келіп жеткен тарихи бағыттың бір көрінісі қазақ ертегілерінде де жатқандығын біз анық біле аламыз. Ең алдыменен осы қазақ ертегілерінің жинақталуы және зерттелуі туралы бағытқа тоқтала кететін болсақ, біздер қазақ ертегілерінің жинақталу ісін әрине 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап қолға алынғандығына тоқталғымыз келеді. Бұл орайда ең алдыменен ауызға ілінетін көрнекті ғалым бұл әрине Шоқан Уәлиханов. Одан кейін қазақ ертегілерінің жинақталып және кітап қылып бірінші рет жарық көруіне байланысты бағыт бергендердің қатарында ағартушы, саяхатшы орыс ғалымдары Радлов, Потанин, Березин, Алекторов, Мелиоранский және башқұрт ғалымы Әбубәкір Дебаевты айтуымызға болады. Одан кейінгі кезеңде Дауылбаев, Сейфуллин, Әлжанов, Айманов, Досымбеков, Ибрагимовтердің жинауымен қазақ ертегілері 19 ғасырдың соңын ала 20 ғасырдың басына қарай жарық көрді. Бұл жинақталған ертегілер сол кезеңдегі қазақ басылымдары Дала уалаяты, Айқап, Туркестанские ведомости, Тургайская газета, Орынбор, Астрхан газеттерінде үзбей басылып тұрды. Бұл бағыттағы ізденушілердің, жинақталушылардың, фольклортанушылардың қатарында біз башқұрт ғалымы профессор Әбубәкір Дебаевтың қосқан үлесінің ерекше екендігін көрсетеміз. Одан кейінгі қазақ ертегілерінің қазақ фольклорына қатысты сөз қозғауда сонау 20 ғасырдың басынан бермен қарай Ахмет Байтұрсыновты, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллиндерді атауға болады. Одан кейінгі кезеңде Бейсенбай Кенжебаев, Ханқали Сүйіншәлиев, Рахманқұл Бердібай, Сұлтанғали Садырбаев және Сейіт Қасқабасовтардың осы ертегі жанрын зерттеуге, зерделеу ісіне қосқан үлестері аса зор болды. Енді осы ертегілердің жалпы өмірге келуі, сипаты, туындауы және халықтық белгілері қандай дейтін болсақ, осы жалпы ертегілердің туындауына әсер еткен нәрселерді шартты түрде санамалап айтатын болсақ, ең алғашқы пайда болған ертегілерде халықтың жаратылыстың сырларын түсінбеуі, табиғаттың дүлей күштеріне қарсы тұруды көксеген халықтың ұлттық танымы, осы тіршіліктегі қиыншылықтарды жеңсем, жеңілдетсем дейтін ой қиялынан туындады деуге болады. Одан кейінгі кезеңдерде, бертініректерде, яғни қоғам экономикалық тұрғыда дамыған сайын адам баласының дүниетанымы, ой өрісі, сана сезімі ұлғая кеңейе түсуінің өзі ол ертегілерде де ізін қалдырып отырды. Ертегілерде шындығында қоғамдық мәні бар мәселелер көтерілді. Өмір, тіршіліктің реалды нәрселері белең алып, біртіндеп шыншылдық сипат ала бастайды. Яғни ертегілердің бір тармағында халықтың салт санасы, әдет ғұрпын бейнелейтін туындыларға барып тіреліп отырды. Соныменен халық ертегілерінен біз елдің тарихы айқындалады дегіміз келеді.
Халық ертегісінің мазмұны арқылы ұлттық табиғатымыз көрініп отырады. Халық ертегі арқылы сан ғасыр бойы ұрпақ тәрбиелеген. Және әдебиет нұсқалары қай дәуірде туындаса да, сол кезеңнің айнасы екендігі секілді ертегілерден тұрмыс тіршілік, салт дәстүрге, әлеуметтік қоғамға халықтың көзқарасы анық байқалып отырды. Ертегілердің негізгі түрлері ретінде кеңестер одағы тұсында өмірге келген зерттеулерде мынандай 3 бағыты аталып көрсетілді. Біз белгілі зерттеуші Мұхтар Әуезовтің классификациясына көз жүгіртетін болсақ, Мұхтар Әуезов ертегінің 3 түрі бар деп көрсетті: қиял ғажайып, хайуанаттар, салт ертегілері. Ал Мәлік Ғабдуллин белгілі фольклортанушы ғалым қиял ғажайып, тұрмыс салт және хайуанаттар туралы ертегілер деп көрсетеді. Ал Әуелбек Қоңыратбаевтың зерттеулерінде бұл классификация мифологиялық, хайуанаттар, реалистік ертегілер деп 3-ке жіктелгендігімен көрінеді екен. Енді осы ертегілердің ең бірінші өмірге келген түрі қиял ғажайып немесе мифологиялық ертегілерде өзінің атынан көрсетіліп отырғандай қиял мен мифтің сабақтастығы анық байқалады. Яғни ежелгі замандардағы наным, сенім, түсінік көрінеді екен. Көбінесе бұл қиял ғажайып ертегілеріндегі оқиғаның барлығы бас қаһарманның айналасында өрбиді екен. Осы қиял ғажайып ертегілерінің бір классикалық үлгісі, мәселен, ертөстік ертегісі болатын болса, осы ертөстіктің жер астындағы, жер бетіндегі бір екіге бөлінетіндей ұғымда көрсетіледі ғой. Бұнда бір жағынан сапарнамалық желі бас көтеретіндігін көруімізге болады. Немесе осы қиял ғажайып ертегілердің қатарына жататын Адам білмес тас, Күн астындағы күнекей қыз сынды ертегілерде фантастикалық, мифтік кейіпкерлер аз емес. Тақырыптық құрамы да әртүрлі болып келеді. Мәселен, ертөстік ертегісінде әрі матриархаттың, әрі патриархаттық дәуірдің белгілерінің бар екендігін көруімізге болады. Сондай-ақ әлеуметтік теңсіздік пен халықтың арман тілегін танытатын да осы қиял ғажайып ертегілер болып келеді. Енді бұл бағытта, мәселен, біз Ұшқыш кілем, Ұртоқпақ, Жеті өнерпаз, Жігіт пен өнерлі қыз тағы басқа ертегілерінде жауыздық пен қас күштерге қарсы күресті бейнелейтін ертегілер де бар. Жалмауыз кемпір, Алтын саққа, Жақсылық, Тоғыз тоңқылдақ, бір шіңкілдек сияқты ертегілер бар екен. Жалпы қиял ғажайып ертегілерінен адам баласы өмірдегі қиындықты, тіршіліктегі қиындықты жеңсем, арманыма жетсем деп, көбінесе бұл кезде ертегілер ертеде деп басталып, және соңында барлығы да барша мұратына жетіпті дейтін оптимистік бір оймен аяқталып отырады екен. Енді ертегілердің ендігі бір үлкен саласы хайуанаттар туралы немесе жануарлар туралы ертегілер. Бұл бағыттағы ертегілер саны жағынан ең көп тарағаны. Олардың сюжетінің барлығы дерлік дүниежүзі халықтарының фольклорында кездесетін ертегілерге ұқсас. Өйткені ертегілердің бұл бағыттағы көпшілігі типологиялық жолмен халықтың, әр мемлекеттің, әр ұлттың өзіндік бір қоғамдық формацияларына қатысты әлеуметтік жағдайларына байланысты туындап отырған. Мысалға, хайуанаттар туралы ертегілерден біз мысалға адам баласының ең тұңғыш рет жаратылыстың, табиғаттың бір перзенті жабайы жануарларды қолға үйретіп, асырап бағып, өздерінің күнделікті тұрмыстарында пайдалануын байқаймыз. Немесе кейбір ертегілерден, аллегориялық сипатта жазылған ертегілерден адам баласының бойында кездесетін сан түрлі мінез құлықтарды ертегі кейіпкерлеріне, мысалға түлкі қу болып келеді, сауысқан өсекші, аю қорқау, қой момын болып келеді. Осындай сипаттағы, яғни адам бойындағы мінез құлықты жан-жануар ертегі кейіпкерінің бойына апарып салып отырады. Бұндағы басты мақсат не болған уақытта да жаманшылықты жою, жас ұрпақты дұрыс бағытта тәрбиелеу. Халық міне осыны көздеп отырған. Жалпы жоғарыда айтып отырғанымыздай, осы хайуанаттар туралы ертегілер барлық елдің фольклорында өзара сюжеті жағынан ұқсас болып келеді.
Бұның бір себебі жаңағы көшпелі өмір сүру салтында күн кешкен қазақтың өзге елдермен жаңағы түрлі бағытта көшу қону салты кезеңінде сюжет араласудан осындай ертегілер бір-біріне ауысып келіп отырған деуімізге болады. Үшінші үлкен түрі бұл реалистік ертегілер. Қазақ халқында реалистік, яғни тұрмыс салт ертегілері де өте көп. Бұл шыншыл ертегілер деп те атаймыз. Бұнда халықтың дүниетанымы, қоғамдық тіршілігі, үй тұрмысындағы іс-әрекеті, мұң-мүддесі, күрес тартысы, талап тілегі баяндалып отырады. Айлалы Тазша, Аяз би, Дүмше молда сияқты осындай реалистік сипаты бар ертегілердің өзінен халықтың, мысалға қиял ғажайып ертегілеріне қараған уақытта реалистік сипаты бар ертегілер бергі дәуірде өмірге келгендері. Міне жаңағы халықтың санасы ертегімен бірге өсіп отырғандығын біз көре аламыз екен. Реалистік сипаттағы ертегілердің бір классикалық үлгісі ретінде Аяз би ертегісін айтуымызға болады. Аяз би әрі жаңағы қоғамдық, мемлекеттік ел билеу жүйесіне араласқан, әрі шешендігімен танымал болған ханның жаңағы қасындағы 40 уәзірі бір төбеде, Аяз би олардың қасында ақылдылығы, даналығы жағынан бір төбе. Сондықтан халық неғұрлым қарапайым адамның бойына Аяз би сынды барлық даналықты, парасаттылықты төгіп беріп отырған. Бұл ертегіден де бір жағынан халықтың осы өмірдегі басты мақсаты қандай? Қарапайымдылықтан даналыққа жету. Міне осындай гуманистік ой танымы анық көрінеді екен. Мына суретте Аяз би ертегісіндегі Мадан мен Аяз бидің жаңағы кездесуі, жаман кейіп есімімен ханның алдына келіп, даналығының арқасында Аяз би атанады. Сондықтан міне осы сюжеттік желі көрініп отыр. Бұл ертегі әлі күнге дейін балалардың жүрегінен орын алған ертегілердің қатарында деуімізге болады. Қазақ фольклорындағы ендігі бір тарап ертегілер, бұлар мысал ертегілер. Біз енді жоғарыда кеңестік дәуірде біздің фольклор танушы ғалымдарымыз ертегілерді қиял ғажайып, тұрмыс салт ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер деп бөлді десек, ал енді қазіргі кезеңдегі зерттеу еңбектерінде мысал ертегілер, батырлық ертегілер, новеллалық ертегілер, сатиралық ертегілерде тақырыпталып, бұл бағыттағы зерттеу аясы кеңінен жүргізілуде деп айта кеткіміз келеді. Мысал ертегілер, бұл жануарлар жайындағы қазақ ертегілерінің бір ендігі бір тарап кең аясы деуімізге болады. Аполог дейді немесе ғылыми зерттеу тілінде. Мұнда баяндау белгілі бір моральдық қағида мен тұжырымды дәлелдеуге бағытталады. Сол себепті ертегілер көп жағдайда нақыл оймен, афоризммен аяқталып отырады. Ал ертегінің айтылу мақсаты да осы афоризмді дәлелдеуді көздейді екен. Бұл бағыттағы мысал ертегілер шығыс елінен келген сюжеттік оқиғасы ұқсас ертегілердің арасында көп байланыс бар. Енді бізге шығыс елінен көптеген ертегілердің сюжеті келіп жеткен. Соның ішінде үнді елінен, араб, парсы елінен келген керемет әдеби туындылар Калила мен Димна, Тотнама, Мың бір түннен, үнділерден келіп тараған Панчатантра, Хитопедаша, Чука Саптати сияқты жинақтар, осы солардың ертегілерінің кейбір сілемдері біздің қазақ халық ауыз әдебиетіне де келіп сіңіп отырған екен. Мәселен, қазақтардың көп білген ертегілері жаңағы Калила мен Димна дейтін жинақтан тараған Сегізбай мен Тышқан сынды ертегілерді біз жаңағы көгершіндер туралы ертегілерді айтып кетуімізге болады. Енді мынау қазақ фольклорындағы ендігі бір тарап үлкен ертегілер батырлық ертегілер. Бір жағынан бұларды батырлық эпос деп те айтуға болмайды. Сол батырлық қиял ғажайып оқиғасынан батырлық эпосқа дейінгі барар жолда өмірге келген ертегілер. Бұларда басты тақырып ерлікпен үйлену,
бас кейіпкердің түрлі құбыжықтармен, адам жегіш жалмауыздармен соғысуы, ру мен елдің намысын қорғау, және бұнда қаһармандық үйленудің де мотиві кездеседі. Болашақ батыр өзіне қалыңдық іздеп ұзақ жолға сапар шегеді. Бұның арғы түп негізінде өзінің елінен қыз алуға болмайды. Ұзақ елге сапар шегу өзге руластан емес, өзге елден барып алу дейтін қазақтың жаңағы жеті атаға дейін қыз алысып қыз берісуге болмайтын дейтін тыйымын көрсетеді екен. Бір жағынан жаңағы көне замандағы эндогамия заңы бойынша болашақ батыр жаңағы өзінің қалыңдығын іздеп бару жолында небір ерлікті, қиындықты жеңу арқылы көрсетуі керек. Міне қиял ғажайып ертегілерінен батырлық эпосқа дейінгі бағытта туындаған осындай ертегілер батырлық ертегілер деп аталады. Осы батырлық ертегілердің өзі сюжетінің сипатына қарай, шығу тегіне қарай екі топқа бөлінеді. Бірінші топта көне батырлық ертегілер, екінші топта яғни 18-19 ғасырларда туған ертегілер. Яғни көне батырлық ертегілерде не көрінеді? Мысалға, бұнда кейіпкердің бүкіл өмірбаяны қамтиды. Пролог, яғни кейіпкердің туу тарихы, өмірге келу тарихы, кейіпкердің үйлену тарихы, некелік сынақтан өтеді. Одан кейін кейіпкердің үйленгеннен кейінгі өмірі, жаумен соғысуы, оның жеңуі, қартаюы тағы басқалары көрінеді. Ал енді 18-19 ғасырларда туған батырлық ертегілердің басты тақырыбы рулар мен тайпалар, қалмақтар мен қазақтар арасында ұрыс, жанжал, бір ру батырының екіншіден кек алуы суреттеледі. Енді бірақ бұл ертегілердің дені батырлық ертегіден эпосқа айналып үлгермеген шығармалар болып есептеледі. Бұнда енді ертегіге келіңкірейтін бір ерекшелігі де басты кейіпкер құбыжықтармен кездеседі, я болмаса дұшпан елдің батырларымен шайқасып отырады екен. Ал ендігі бір бағыттағы бүгінгі ғылыми зерттеу тарапындағы ізденіс нысанасына айналған жанрдың бір ерекшелігі новеллалық ертегілерден танылады екен. Новеллалық ертегілердің жанрлық сипаты жағынан бұл қиял ғажайып ертегілермен байланысты, бірақ басты айрықша тұсы ертегі сюжеті өте шытырман оқиғалы болып келеді. Бұнда қиял вымысыл дейміз ғой, ерекше қызмет атқарады. Ал тақырыбына қатысты айтатын болсақ, новеллалық ертегілерде үй іші, ерлі зайыпты адамдардың бір-біріне адалдығы, осы жолда сан түрлі сынақтан өтуі, осы жағы сөз болады екен. Композициялық құрылымы жағынан көп эпизодты болып келеді. Мәселен, новеллалық ертегілердің көпшілігі кейде мың бір түннен қазақ арасына келіп дамып отырған ертегілер. Мархуба, уәзірдің қызы, әке өсиеті, үш өсиет, әділ патша туралы ертегі тағы да басқалары осы новеллалық ертегілердің қатарына жатады екен. Ендігі бір тарап ертегілер, ол сатиралық ертегілер. Бұл енді мысалға Қожа Насыр, Алдар Бөсе, Тазша баланың бейнелері. Қожа Насыр мен Алдар Бөсені бір аңыздық бейнеге де жатқызуымызға болады. Бұның бірақ арғы дүниеге келу жағдаятымен салыстырған уақытта Тазша баланың қырық өтірігі секілді бұнда тіліне сатира, юморлық тіл тән. Басты мақсат бай, молда, қарақшы осыларды әшкерелеу. Енді басты бағыты қоғамдық әлеуметтік теңсіздік жағдайындағы халықтың тағы да өзінің арманының орындалуы жолында, мақсат мүддесіне жету жолындағы күресі тағы да сатиралық ертегілерге тән болып отырады екен. Әрине басты бағыты сюжеттік құрылымы өте тартымды, күлкілі жағдаяттарға байланысты суреттеліп отырады екен. Міне біздер бүгінгі сабағымызды қорыта келе ертегілердің жанрлық ерекшеліктерімен танысып, өздеріне тән басты белгілерін айқындап өттік. Сіздерге әдебиеттер мен интернет ресурстар беріліп отыр. Сіздерден кері байланыс. Бүгінгі дәріс тақырыбы ертегілер тақырыбы бойынша бұған дейін нені білдіңіздер?
жаңа сабақта не білдіңіздер, және алдағы уақытта нені қарастырғыңыз келеді. Міне біз осы бағытта кері байланысқа шығуларыңызды сұраймыз. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.